12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, сіздермен бірге мен Ардақ Сапиулла. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына байланысты төл құрдас хабарымыздың бүгінгі кейіпкері белсенді жас саяси қызметкер Серікбол Берікқожа. Тәуелсіздіктің құрдасы бүгінде немен айналысуда? Дамыған елге өз үлесін қалай қосуда? Бірге білеміз. Ол үшін хабарымыздан алыстамаңыздар. Саламатсыз, Серікбол Берікқожа. Күніңіз сәтті өтсін. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Отырыңыз. Сіз 1991 жылы туған тәуелсіздіктің құрдасысыз. Осы уақыт ішінде ел дамыған елу елдің қатарына қосылды. Бірқатар тындырудың тірліктер, игі істер атқарды. Ал сіз қандай жетістіктерге жеттіңіз? 1991 жылы 9 тамызда дүниеге келдім. Жалпы осы Жамбыл облысы Байзақ ауданында дүниеге келіп, қазір тәуелсіздіктің құрдасы ретінде 30 жылдық мерейтой десек те болады. 30 жылдық, 30 жасқа келіп жатырмыз. Ол да қуанышты. Осы уақыт аралығында енді өзім көңілім толатындай жетістіктерге жетіп жатырмын деп айтсам да болады. Неге десеңіз де, қазақта бір жақсы сөз бар. 30-да орда бұзбасаң, 40-та қырдан аспайсың деген. 30 жасыма дейін қоғамдық жұмыста, өзімнің білім алу жолымда, мемлекеттік қызметте қызмет атқарып, еліме, жеріме, жастарға, жалпы қоғамға пайдалы істер істеп жатырмын деп ойлаймын. 2016 жылы Тараз қалалық мәслихатының депутаты болдым. Облыс бойынша ең жас депутат, 24 жасында депутат болдым. Сол депутаттық қызметтің өз атқара жүріп, 4 жылға жуық депутаттық мандатқа ие болдым. Бұл да менің осы тәуелсіздік дәуіріндегі тәуелсіздік құрдасы ретінде, жалпы азамат ретінде өзімнің жеткен жетістіктерімнің бірі деп есептеймін. Тәуелді елдің иті де төмен қарап біледі дейді. Сіз егемен елде еркін ойлы азаматсыз. Сіздің ойыңызша тәуелсіздік деген не? Жалпы тәуелсіздік деген ұғым, ол әр азаматтың өзінің таңдау құқығы бар, өмір сүру бостандығы бар, өзінің елі, жері бар, тілі бар елді тәуелсіз ел деп айтуға болады. Жалпы айта кетерлік болсақ, еліміз тәуелсіздік алғалы бері өзіміздің таңдау құқығымыз, өмір сүру құндылықтарымыз, жалпы азамат ретінде таңдау еркіндіктері бар екендігін атап өткім келеді. Міне, егемен ел деген осы деп есептеймін. Тәуелсіздік сізге не берді? Тәуелсіздік жалпы маған көп нәрсе берді деп айтсақ болады. Оның ішінде менің білім алуым, мемлекеттік қызметке келуім, еңбек етуім, жалпы отбасы құруым, осы әлем бойынша 9-шы орында тұратын елді еркін аралап, осы елде осындай ұланы болып, ұлы болып, көсіліп жүру мүмкіндіктерін берді. Бүгінде саяси қызметкерсіз. Осы салада еңбек етіп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Кімдермен ұжымдассыз? Жалпы мемлекеттік қызметке келгеніме де көп болған жоқ. Ауыз толтырып айтатындай уақыт өткен жоқ. 1 жыл 9 ай болды осы мемлекеттік қызметші атанғаныма байланысты. Жалпы қазіргі таңда біз енді жұмысымыздың аты айтып тұрғандағыдай мемлекеттік жастар саясатын іске асыру, жастардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, мемлекеттік жастар саясатында қойған басты принциптер мен қағидаларды іске асыру болып есептелінеді. Ендеше біздің ұжыммен, кішігірім ұжыммен таныстырып өтейін. Сол үшін ұжымға жүріңіздер. Жастар орталығының, жастар медиа орталығы, бұл жерде біздің барлық бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс, әлеуметтік желіде ақпараттар тарату, видео монтаждау, видео түсіру деген мәселелерді осы бөлім айналысады. Осы бөлімде бізде барлық қызметкерлерімізге толыққанды мүмкіндіктері бар. Жалпы бөлімде 4 қызметкер бар. Бір бөлім басшысы, 3 маман. Олардың барлығы әртүрлі салаға жауап береді. Біреу түсіру, монтаждау, жазу,
мәселелері бойынша жұмыстар атқарылады. Мен өзім Серікбол Берікқожаны осы волонтер болып жүріп таныдым. 3 жыл 4 жыл болып қалды. Жоба волонтерлық мақсаттарымызды өзіміз білдіріп жаттық, инициатива білдіріп, өзі басы қасында жүріп, өзі көмектесіп, бізге өзі келіп жүріп, сөйтіп көмектесетін бастық. Жалпы жастармен тікелей жұмыс жасап жатырсыз. Бүгінгі таңда жастар арасында қандай мәселе маңызды? Біріншіден, қазір жастар арасында бізде жүргізілген сауалнамалардың қорытындысына сәйкес жастар арасында жұмыссыздық деңгейі. Екінші мәселе бұл жастар арасындағы тұрғын үй мәселесі. Және ол бағыт бойынша да біз жұмыс атқарудамыз. Сонымен қатар жастардың мынау қазіргі таңда карантиндік талаптарға сәйкес жастардың студент жастардың, сонымен қатар оқушы жастардың бос уақыттарын тиімді пайдалану мәселесі туындайды. Себебі үйде оқиды, жұмыс несіне ішіп сат деген сияқты. Сол бағыттар бойынша бізде қазір Жасыл ел бағдарламасы жұмыс атқарады. Ол бағдарлама студенттерді, оқушыларды, жалпы 14 пен 29 жастағы жастарды бос уақыттарында еңбек етуге, ақша табуға, сонымен қатар экологиялық мәселелерді, тазалық мәселелерін шешуге жұмыс атқарады. Міне қазір сіздерді барып жұмыс барысымен таныстыруға болады. Қазір қаламызда 50-ге жуық жас осы Жасыл ел еңбек жасақтарында жұмыс атқарып жатыр. Жасыл ел еңбек жасағына тартылған жастардың айлығы қанша? Бұл енді жергілікті бюджеттен қаражат қаралғанына байланысты әр өңірде әртүрлі қаражат қарастырылған. Жалпы айтатын болсақ, 42.500 теңгеден 60.000 теңгеге дейінгі жалақы көлемі көрсетілген. Енді бұл әр ауданда әртүрлі, себебі бюджеттік қаражат қаншалықты деңгейде бөлінгеніне байланысты. Қанша жас айлық алып отыр сонда? Биыл осы айлық көрсеткішке сәйкес 700 жас қазіргі таңда осы Жасыл ел еңбек жасақтарына тартылып өздерінің айлық жалақыларын алды. Ендеше біз мынау Жасыл ел еңбек жасақтарының жұмысын көзбен көрейік, өздерінің жастарының пікірін білейік, қандай жұмыста қандай өтініштері бар, қандай жұмыстары бар екендігін іс жүзінде көрейік, қандай екендігін. Жасыл ел еңбек жасағына жұмыс жасап жатқан жастар күндігіне қанша уақыт жұмсайды? Азаңна сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс атқарады. Түскі үзілістері бар. Осы жерде жұмыс жасап жатыр екен. Сіз қазір қандай жұмыс жасап жатырсыз? Мен қазіргі таңда Жасыл ел сарбазы болып табылып, біз қазіргі осы тамыз айы маусымында мамыр саябағын тазалау жұмыстарын атқарып жатырмыз. Бұндағы сынған талдар және өрт қауіпсіздігіне байланысты қазір қураған шөптер, солар тазалау жұмысындамыз. Жалпы бүгінде сіз белгілі саяси қызметкерсіз. Осы дәрежеге кімнің көмегімен қалай жеттіңіз? Әуелі Алланың, екінші өзімнің еңбегім деп айтсақ та дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді мемлекеттік қызметке келуімнің өзінде де 10 жылға жуық жасаған еңбегімнің арқасы деп ойлаймын. Себебі қоғамдық қызметті 2007 жылдан бері қоғамдық қызметте жұмыс атқарып келдім. Соның арқасында 2019 жылы мемлекеттік қызметкер болып осы жастар басқармасына басшы болып бірден басшылық қызметке келдім. Ол жерде де бір елдің айтатындағыдай бір енді не дейді ғой, әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі пікірде болады. Біреу айтады, біреу бір байдың баласы, біреу айтады бір чиновник дейді, бір азаматтың баласы дейді. Жоқ, ондай емес, қарапайым отбасының баласымын. Қарапайым мектепте оқыдым, қарапайым ел сияқты университетте колледж бітірдім. Сөйтіп өзімнің еңбегіммен осы қоғамда жоғары басшылардың көзіне түсіп, өзімнің пікірімді былай жеткізе алатын, өз пікірімді қолды көрсете алатын азаматтардың бір ретінде осындай қызметке жеттім. Жастар саясатына қандай жастар араласа алады? Жастар саясатына енді кез келген азамат араласа алады деп ойлаймын. Себебі бұл сала болғаннан кейін үлкен сала, сол үлкен сала болғанына қарағанына байланысты барлық деңгейдегі азаматтар қатыса алады. Жалпы бірақ та енді жастардың тілін жастар ғана түсіне алады. Қандай жастарға сенбейсіз? Жалпы жастарда мынау 200-ділік деген нәрсеге болған азаматтарға сенбеймін. Бүгінде мемлекеттік қызметкерсіз. Мақсатыңыз орындалды ма? Жалпы мен өз басым мақсатқа деген нәрсені екі топқа бөлем. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттар деп айтам. Қысқа мерзімдік мақсаттарымды яғни орындалды деп айтсам да болады. Ұзақ мерзімді мақсаттар бар. Ол мақсаттарға жету үшін табанды еңбекпен нақты қадамдар жасау керек. Ол әлі күнге әлі де актуалды, әлі де өзіміздің қоғам үшін қажетті, өзіме қажетті деп айтсам да болады. Мақсаттар, ол мақсатқа жету үшін мен тынбай еңбек етіп келемін. Үнемі көтеріңкі көңіл күймен жүресіз.
Иә, мен өте өзім өмірде үнемі көңілді жүруге тырысам, және кез келген ортада көңілді ұстауға тырысам. Себебі менің ішкі дүниемдегі және менің жанымда болып жатқан проблемалар ол қоғамға еш уақыт әсер етпеу керек. Жап-жас болып жалқаулыққа салдыңыз ба? Әрине, иә. Ол барлық азаматтарда бар деп ойлаймын, өтірік айта алмаймын. Себебі болады, мен кітап оқуға байланысты келген кезде сәл жалқауланамын. Желді ескен сөздер кей кезде адамды жастат, кейде қажытады. Ал ондай сәттер болды ма сізде? Қоғамда айтып отырмын ғой, әртүрлі адамның пікірі бар, әртүрлі түсінік бар. Сол себептен енді мені қаралап жазып жатар, мүмкін мені мақтап жазып жатар, мүмкін мен туралы объективті шын пікір айтып жатқан адамдар бар шығар. Мен олардың барлығын сын ретінде қабылдаймын. Өзіңіз айтып өттіңіз, спорттық ойындарға деген қызығушылығыңыз бар екен. Қандай жетістіктеріңіз бар ол салада? Енді спорттық ойында мен бір кәсіби спортшы емеспін, және оған да қызықпаймын. Жалпы тек қана өзімнің денсаулығыма және өзімнің ортамда қызық ойын түрлері болса, мен оның бәрін ойнай беремін. Оның бірі қарапайым деп айтуға да болмайды, негізі өте қиынсыз ойынның бірі ретінде ол үлкен теннис. Мысалы, қазір барып көруге болады. Біз аптасына 2 аптада бір рет қолымыз босай салысымен өзіміздің достарымыз, осы біздің қоғамда жүрген жастар, белсенді жастар бар, және біздің волонтерлар бар. Тұрақты түрде сол спорт түрін ойнаймыз. Сонымен қатар футбол ойнаймыз. Қазір барып осы біздің облысымыздағы үлкен теннистен кортқа барып, сол теннисті де тамашалауға болады. Бәсекелесіңіз кім? Шын бәсекелес деп кімді санайсыз? Жалпы әртүрлі салада енді әртүрлі бәсекелестік болуы мүмкін, бірақ енді барлық адамды мен тең көремін өзіммен. Бәсеке бар жерде сапа, одан кейін бар алға ұмтылу болатындығын уже барлығы айтпаса да түсінеді. Сондай нәрседе ғана адам шыңдалады. Бұл теннисте жақсы ойыншы екенсіз. Ұстазыңыз кім? Жалпы теннисте білмеймін, енді бұл ойынға өте нечайно келген адамдардың бірімін. Жалпы өзіміз жастардың арасында отырған кезде бір жастардың арасында үлкен теннис көрейік, үлкен тенниске барайық деген жастардың мнениесі болды. 3-4 жас бірігіп келдік, сол жастардың арасында қызығып кеттік. Сөйтіп тұрақты түрде 2 аптада бір рет осы тенниске келіп тұрамыз жастармен бірге. Енді қатты күшті ойнай алмаймыз, енді бәріміз жаңадан бастап жатқан адамдармыз. Енді ойнап жүргенімізге қазір 3 айға жуық уақыт болды. Сол 3 айдың ішінде енді едәуір үйреніп келе жатырмыз. Тақпағаншы? Алын таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмаларын шаттанба, ойнап босқа күліңе, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шошпақ. Сабақты кім оқытады саған? Мамам. Сабақ оқытқан кезде мамаң ұрса ма? Папаң ұрса ма? Мамам ұрсады. Осы орайда сізден сұрасам, отбасына қалай көңіл бөлесіз? Осы уақытта отбасыңызбен қайда қыдыруға барасыз? Енді біз жұмыс, мемлекеттік қызметте енді көп уақытымызды жұмысқа арнағаннан кейін, сенбі, жексенбі күндері бос боламыз кей кезде. Сол кездерде біз саябаққа көп барамыз. Қыздар саябақта түрлі ойын нелерде, аттракциондарда мінгенді жақсы көреді. Сосын да Жеңіс паркіне барамыз. Жеңіс паркінде ең жақсы көретін нәрсеміз не біздің? Батут. Батут. Сосын аққу көреміз. Қандай күйеу аласыз? Не дейді ғой? Білмеймін, жаман сияқты негізі. Мен негізі өте жұмысқа, үйдің жұмыстарына өте нашар, ондай қара жұмыс көп істемейтін адамдармын. Енді былай айтады, күйеу бала сол ошақтың басы, ошақ қасында жүру керек деген термин бар ғой. Бірақ енді мен ондай емеспін. Биыл отау құрғандарыңызда қанша жыл?
Біз 2013 жылы үйлендік. Жалпы қазір енді 8 жылдай уақыт өтті. Осы қазір үлкенімізбен 6-ға келіп жатыр. Әсерлі әңгімеңіз бен сырлы сұхбатыңызға көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Келесі өңіріміздегі тәуелсіздіктің құрдасы кім екенін білгіңіз келсе, бағдарламаны жіберіп алмаңыз.